Сәлем достар! Бүгін мен сіздермен бірге өзбек халқының ең дәмді батыр нанның рецептісімен бөлісемін. Дайындап көрсеңіз дүкеннен басқаны сатып алмайтыныңызға кепілдік беремін. Ал кеттік. Ең алдымен жылы сүтке қант, тұз, сары май салып, жақсылап сары майымызды араласқанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дрож, ұн салып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл жерде ең маңыздысы сары майымыздың пайызы ең жоғары болу керек. Сол кезде нанымыз дәмді болып шығады. Ұнды електен өткізіп салсаңыз, қамырыңыз күшті көтерілетін болады. Қамырымызды 10 минуттай жақсылап тұрып илейміз. Көтерілгенге дейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз күшті болып көтерілді. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп, тағы үстін жауып қоямыз. Он минуттан соң қамырымызды бір-бірден алып, әдемілеп жайып бастаймыз. Қамырымыздың ортасын әсемдейміз. Мен вилкамен жасадым. Бетіне бір жұмыртқаны жақсылап жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша күнжіт немесе тмен себуге де болады.